Сәлеметсіздер ме екінші сынып оқушылары? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ағамның аты Әділ. Алдымен жаңа сөздермен танысамыз. Кім мен, с кем. Татумыз, дружный, мирный. Тату отбасы, дружная семья. Балалар, жаңа сөздерді тағы да бір рет қайталап оқиық. Кім мен, татумыз, тату отбасы. Оқушылар, мұқият тыңдаймыз. Сұрақ кіммен? Вопрос с кем? Жауаптары ағам мен. Окончание мен. Жалғауға мән беріп қараймыз. Ағам мен, әпкем мен, інім мен, қарындасым мен, сіңілім мен. Келесі мәтінді оқы. Менің ағам бар. Ағамның аты Әділ. Ағаммен бассейнге барамын. Мен ағамды жақсы көремін. Менің әпкем бар. Әпкемнің аты Дана. Данамен аквапаркке барамын. Мен әпкемді жақсы көремін. Біз татумыз. Келесі айтылым тапсырмасы. Суреттерге назар аударып қараймыз. Сұрақ кіммен? Тыңдаймыз, қайталаймыз, оқимыз. Әкеммен, анаммен, ініммен, әпкеммен, ағаммен, қарындасыммен, сіңіліммен. Келесі жазылым тапсырмасы. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып дәптерге жазамыз. Қажетті сөздер төменде берілген. Әкеммен, әпкеммен, қарындасыммен, ініммен, ағаммен. Мысалы, мен әкеммен шахмат ойнаймын. Дәл осындай үлгіде дәптерге жазамыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.